Өтіңізді өлтіретін мына 5 әдетті тыңдаңыз. Ең бірінші ол таңғы асты ішпеу, мүлде таңғы асты ұмытып кету. Сіз таңертең тұрып су іше беріңіз, бірақ таңғы асты ішпесеңіз, өттің қоюлануының ең бірінші себебі болады. Екінші, күн ұзағы қозғалыстың аз болуы. Ұзақ уақыт аш жүру, яғни тамақтың ішу режимінің бұзылуы. Және төртінші, бұл майлы тамақтарды шамадан тыс көп қолдану, әсіресе кешкі тамақта. Кешкі тамақтың өте кеш болуы және өте майлы болуы өттің жалпы құрамы өте қоюлануына себеп болып алып келеді. Суды өте аз ішу, яғни суды мүлде қолданбайтын да кісілер болады. Күнделікті шайын, кофесін ішеді, бірақ таза су ішпейді. Жалпы біз күнделікті сорпа, су, шайдан басқа күнделікті 1,5-2 литр таза су қолданып отыруымыз керек. Оның 2 стакан суын таңертең ішілу керек. Міне осы айтылған әдеттердің сізде болуы, яғни осы әдеттер өттің тоқырауына алып келеді. Өт тек қана қоюланып қана тұрмайды, сізге оң жақ қабырғаның асты ауырсынып, аузыңызға ащы дәммен біліне бастайды. Егер өзіңізде осы белгілер болатын болса, сіз Азия Мед клиникасына келіп, гастроэнтеролог кеңесіне өтіп, УЗИге түсіңіз, ары қарай уақытылы ем қолданыңыз.